Елімізде шетелдік көліктерді заңдастыру науқаны жалғасып жатыр. Енді шетелде тіркеуде тұрған темір тұлпарлар 5 жылға заңдастырылады. Есесіне 200 мың теңге төлеудің қажеті жоқ. Қазір енді шүкір номер алып отырып, осыда уайым болып жүреді енді шыны керек. Қандай шектеулер қойды? Сатуға болмайды, сосын шетелге шығуға болмайды. Заңдастырылмаған көліктердің иелері асықпаса болмайды. Өйткені енді тиісті құжаты жоқ жүргізушілер әкімшілік жауапқа тартылады. Заң түрінде талапқа бағынбаған жүргізушілерге әкімшілік кодексі бойынша 10 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл салынады. Науқанға қатысты өзге де ақпараттар осы шығарылымда. Ассалаумағалейкум достар, көптен бері шетелдік көліктерді тіркеу тақырыбына қатысты материал шығармай кеттім. Бүгін қайта оралып отырмын. Елімізде науқан әлі жалғасып жатыр. Бұған дейін құжаты түгел шетелдік көліктер тіркелді. Одан кейін қосалқы бөлшек ретінде әкелінген көліктер тіркелді. Бұларды заңдастыру 200 мың теңгеден болған. Ал енді шетелде тіркеуден шығарылмаған көліктерді де тіркеуге рұқсат берді, бірақ уақытша. Есесіне 200 мың теңге төлемейді олар. Тақырыпқа тұздық болсын, қазір шетелдік көлігін уақытша тіркеуге қойған жүргізушімен әңгімелесеміз. Ал мінекей Мұрат бауырымыз шетелдік көлігін уақытша тіркеуге қойған екен. Нөмірін алды, құтты болсын. Қазір тағамыз, таға бер. Давай бәрекелді. Балашқа қуанған шығарсыңдар. Қанша уайым болды енді. Көлікті қайдан алдың, қашан алдың, қаншаға алдың? Бұл көлікті негізі 1 жыл бұрын алған. Осы Орал қаласынан алдым. Ескі көлігімді саттым да, бір жақсылау көлік керек болды. Шетелдік көліктер білесіздер ғой. Номері басқа болғандықтан бағасы да соған сай арзан болады да біздің көліктерге қарағанда. Ол кезде сақтандырумен алғам. Сол 1 жылдай айдадым. Қаншасы болды? 3 миллион көлемінде алдым. 3 миллион көлемінде алдым. Қазір енді шүкір номер алып отырып, осыда уайым болып жүреді енді шыны керек. Қалай тіркедің, қандай құжаттар сұрады? Негізінен тіркеу былай өтті. Ең бірінші криминалисттер дейміз ғой енді. Қылмыстық іздеуде болды ма, болған жоқ па? Қылмыстық іздеуде болды ма, болған жоқ па, көлікті сол жағынан тексерді. Сәйкесінше кузов номерлерін 3 жерде болады екен. Соны техпаспорт бойынша өзінің шетелдік техпаспорт бар ғой, сол бойынша тексеріп, сол бойынша айтты бірінші. Содан өтіп, ангардан өттік те ішке кірдік. Ішке кіргеннен кейін өзіміздің соң қызметкерлері солар құжаттарды қабылдауға, номерді барлығын сол кісілерге тапсырамыз. Талон береді номерге. Номерден 15 мың теңге соң қызметкерлеріне сол жерден QR-мен немесе ақшалай төлеп кету болады кассада. Ол ненің төлемі 15 мың деген? 15 мың дегенде түгел 15 мың емес, оның ішінде техпаспортқа, номерге, тағы бір нәрсеге үшке бөлініп төленеді. Сол 15 мың теңгеге шығады нақты. Соны төлейсің, сосын номерге талон береді. Сол талон бойынша барып номерді аласың. Процесс қанша минутқа созылды? Қиындыққа создырмайды. Ангардан өту кезек болмаса, жалпы процесс бір сағат жарым ішінде SMS келеді, сізге номер техпаспорт дайын деген. Қиындық болды ма соңғы кездерде? Тоқтатып қайта документ сұрап болды ма? Соңғы кездерде дегенде менің сақтандыруым дәл осы уақытта бітті де. Сол кезге келді. Номерді алдым. Сондықтан ешқандай не тарапынан қиындық болған жоқ. ГАИ деген. Сақтандыру полисінің срогы біткен жағдайда жаңасын ала алмайтын едің ғой, сақтандыру қазір тыйым салды ғой. Негізі сөйдейді, мен бірақ бірден жаңағы біткен бойда мына номерге бардым да, сондықтан ол жағын нақты білмейді екен, бірақ сол айтады, сақтандыру қазір жүрмейді. Тіркелгенге дейін қандай құжаттармен жүрдің, қазір қандай құжаттарың бар? Тіркелгенге дейін ПТС, СТС деп айтамыз ғой біздер қазір. Оның нақты техпаспорт дейміз ғой, біздің өзімізде сол сияқты бар енді. Техпаспортында ПТС, СТС болды. Сосын договор купли-продаж, сосын сақтандыру, страховка. Сол құжаттармен жүрдік тіркелгенге дейін. Қазірде дәл солай жаңағыдай техпаспортымыз бар. Кәдімгі қазақстандық, кішкентай, шағын. Сосын сақтандыру, техосмотр дейміз ғой. Сол техникалық байқаудан өттік.
басқа шетелдік көліктер сияқты сен 200 мың теңге төлеген жоқсың, иә? Жоқ, бұл менікі жаңағыдай шетелде қалай айтсақ болады, тіркеуден шығарылмағандықтан 5 жылға уақытша тіркеуге қойды. 5 жыл деген аз уақыт емес. 5 жыл деген аз уақыт емес, оған да шүкір, енді жаңағыдай құжаттарымыз түгел болмай жүргеннен гөрі әйтеуір қазақстандық нақты құжаты бар, сақтандыруда тіркеліп тұрған номеріміз бар көрдік қой, әйтеуір. Енді 5 жылда не өзгеретінін білмейміз ғой, енді бұйырса. Қандай шектеулер қойды? Сатуға болмайды, сосын шетелге шығуға болмайды. Шетелге шығуға болмайды, сатуға болмайды. Сосын жаңа техпаспорттың астында шетелдік бірінші бұдан бұрынғы хозяин бар, соның номер, аты жөнін жазып тұрады жаңа. Бірінші менікі, содан кейін ол кісінің аты жөнін жазып тұрады. Әлі заңдастырылмаған шетелдік көліктің иелері асықпаса болмайды. Өйткені тиісті құжаттар болмаған жағдайда әкімшілік хаттама толтырылады, одан кейін жаза қатаңдатыла береді. Оның үстіне сақтандыру полисінің мерзімі біткеннен кейін жаңасын ала алмайсыздар. Сондықтан осы науқанды тиімді пайдаланып қалу қажет. Қазір 14 мыңнан астам автокөлік тіркеуге, уақытша тіркеуге алынды. 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін әкелінген автомобильдердің проблемалары бойынша толық көлемде барлық мәселелердің шешілгенін атап өтуге болады. Бұл жерде тек қана қылмысқа қатысы бар автокөліктерден басқа бүкіл мәселелер шешілді. Заң түрінде талапқа бағынбаған жүргізушілерге әкімшілік кодексі бойынша 10 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл салынады. Бірінші рет. Екінші рет тағы да сондай заң бұзушылық болатын болса, онда тағы да сондай айыппұл салынып, автокөліктер арнайы тұрақтарға қойылатын болады. Шетелдік көліктерді тіркеу үлкен дауға айналды. Енді мынадай жағдай қайталанбас үшін не істеу керек деп ойлайсың? Енді бұндай жағдай қайталанбас үшін біріншіден кедендік бекеттен өткізгенде нақты тіркеуге алынатын көліктерді өткізсе дейміз ғой. Енді ол кісілерге де қиын шығар, өйткені шетелден экспорты ашық болғандықтан жаңағы былай келетін қонақтарымыз бар, сондайлармен, бірақ жаңағыдай көлікті өткізу жағынан кішкене жақсы қадағаласа, жаңағы бізде енді жақсы көлік алғымыз келеді, барлық алып жатқасын бізде соны істегіміз келеді. Сондықтан енді кедендік бекеттен өткізгенде енді шама келсе жаңағы тек қана біздің елге тіркеуге алынатын көліктерді өткізсе дейміз ғой. Себебі қазір енді шыны керек ескі көліктерді толып кетті да, сондықтан қаламызда енді экология ластанып жатыр. Оны енді әркім өз жағдайына қарай, мүмкіндігіне қарай алады ғой енді. Ешкім жетіскеннен алып жатқан жоқ, бірақ дей тұрғанмен жаңағы жылына қарап бір өзінің сәйкесіне келтіріп алса дейміз ғой, көліктерді кіргізсе дейміз ғой бері қарай. Шетелдік көліктерді тіркеу тақырыбына әлі талай ораламыз деп ойлаймын. Сондықтан каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, алда әлі талай шығарылым болады.